Саламатсыздар ма? Бүгін біз ірімшік қосылған жұмсақ нан дайындайтын боламыз. Көреміз. Бірінші аштығымызды дайындаламыз. Ол үшін бізге 1 стакан жылы су және 1 стакан жылы сүт және 1 ас қасық қант. Етімізді ерігенше араластырамыз. Жарты шай қасықтай тұз саламыз. Бір столовый ложка аштыққа дрожжи саламыз. Осыны жақсылап араластырып, бетін жауып, жылы жерге қоя тұрамыз. Және жұмыртқамыздың аяғын сарысынан бөліп аламыз. Так, аштығымыз 5 минут жылы жерде тұрды. Енді үстіне жаңағы жұмыртқамыздың аяғын қосамыз. Және жарты стакан май сұйық. Және осыны жақсылап араластырамыз. Ұнымызды қосамыз. Араластырып аламыз. Так, ұнымыз бірікті, енді қолмен ақындап илейміз. Тестамыздың бетін пищевой пленкамен жауып, осылай. Осылай жауып, бетін жылы майлықпен орап, жылы жерге көтерілгенше 15-20 минутқа қоямыз. Біз нанымыздың ортасына сыр салатын боламыз. Сол сырымызды дайындап аламыз. Күштен өткізіп аламыз сырымызды жақсылап. Нанымыз 20 минут жылы жерде тұрды. Көтерілді. Осындай болып. Енді түскіріп аламыз. Қолымызды кішкене майлап жүреміз. Енді осы нанымызды дәл ортасынан бірдей етіп бөлеміз. Так, енді нанымызды
иілейміз, жайып аламыз. Төртбұрыштылып формаға келтіріп. Мен астыңғы слойын дайындап алдым. Осы пергаментке қағаздың үстіне бұны қоя тұрып, екінші беткі слойын дайындап аламыз. Тағы да солай. Дәл солай қылып иілейміз. Қатты баспай төртбұрышты қылып дайындап аламыз. Және бетін кішкене майғап. Май қоя тұрамыз. Бірінші дайындап алған нанымыздың үстіне сыр, жаңағы күштен өтірген сырымызды осылай біркелкі қылып жаямыз. Және екінші нанымызды осылай бетіне жабамыз. Осылай үстінен жауып, жан жақтарын жабыстырып шығамыз өйстіп. Осылай дайындап алып, үстінен тағы да оқтаумен кішкене басып кекістеп, және мынандай пешіміздің решеткасымен осылай узор саламыз бетіне, қатты басып. Осы узордың үстінен осылай қаттырақ кішкене мынандай пластмасс осындай қасықтарыңыз болса так, енді нанымыздың бетіне жұмыртқамыздың манағы сарысын алып жақсылап жағып шығамыз. Пешімізді қыздырып қойдық. Кішкене үстіне кунжут себеміз. Енді дайын. Енді 180 градус пешімізге 20-25 минутқа саламыз. Нанымыз 35 минут пеште тұрды, пісті. Міне, осындай болып. Ал бісміллах деп нанымыздың дәмін көрейік. Кесіп. Нанымыз күшті піскен, жұмсақ. Бісміллах. Жұмсақ, күшті нан.
Міндетті түрде жасап қойыңыздар. Ішінің бәрі піскен жақсы. Сау болыңыздар. Так, нанымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналға қосылып, лайк басып, комментарий жазамыз. Сау болыңыздар.